Сәлеметсіздер ме? Мен Гаухар Талғатқызы 44 жаттық бөбекжайының тәрбиешісімін. Бүгінгі панорамалық іс-әрекетімнің тақырыбы аққала. Мақсаты қыстағы табиғат көріністерін сипаттау, қыс мезгіліндегі жануарлар мен адамдардың тіршілігі туралы түсінік беру, қыста ойналатын ойындардың түрлерімен таныстыру, олар туралы әңгімелесу. Балалардың айтылған ойды тыңдауға, сұраққа жауап беруге, әңгімеге араласуға және сұрақ қоюға деген білімін дамыту. Балалар топқа кіріп, қонақтармен амандасып, шаттық шеңберге тұрып, бір-біріне жақсы көңіл күй сыйлап, ең бірінші шаттық шеңбермен сабағымыздың барысын бастайтын боламыз. Екінші тапсырмамыз біздің қар кесегі деп аталады. Ойынның мақсаты, мен осы қолымда тұрған қарды балаларға лақтыру арқылы сұрақ қоятын боламын. Әрине, тақырыбыма байланысты қыс мезгілі туралы сұрақтар қоямын. Бұл жерде қазір жылдың қай мезгілі, қыс айларын атаңыз, қыста қандай ойын түрлерін білесіңіз, қыста табиғат қандай өзгерістер болады деген сұрақтар қоямын. Сол сұрақтарға міндетті түрде баладан кері жауап аламын. Балалардан кері жауап алу арқылы балалардың сөйлеуін дамытамын. Үшінші тапсырманың тақырыбы аққаланы құрастыр. Мақсаты балалар белгілерден секіріп өту арқылы аққалаға барып және мақтаны бір уыстап алып, үшінші дөңгелегін құрастыратын болады. Бұл жерде балалардың физикалық қабілетін дамыту, секіру арқылы және қоршаған ортамен таныстыру, мақталарды үзіп жабыстыру арқылы қол моторикасын дамыту. Не жасадыңдар? Аққаланың түсі қандай? Жарайсыңдар балалар. Үшінші тапсырманы орындап болғаннан кейін біздер балалармен сергіту сәтін жүргіземіз. Төртінші тапсырманың тақырыбы ойланып тап. Мақсаты суретте бейнеленген аққаланың бас кеміндегі сандар бойынша астына мақталар, дөңгелек мақталарды жабыстыруымыз керек. Мақталарды жабыстырады және оларды бір-бірімен салыстырады, санайды. Сол арқылы балалардың танымдық дағдыларын дамытамыз. Балалар бұл жерде математиканы үйренеді. Жарайсың, Жанерке. Жарайсың, Жанерке. Бесінші тапсырма тақырыбы қар басқан ағаш. Мақсаты балалардың табиғатқа деген сүйіспеншілігін арттыру, қыс мезгіліндегі табиғатты бейнелеу, қыстағы ағаштың бұтақтарының қар басқандағы суретін бейнелеу арқылы балалардың шығармашылығын дамытамыз. Тапсырмада балаларға ағаш бейнеленген қағаздар таратылады және тұз, желім қойылады үстелдің үстіне. Балалар желімді ағаштың бұтақтарына жағып, оның үстіне тұздарды себу арқылы өздерінің шығармашылығын дамытатын болады. Олардың қыс мезгіліне деген көзқарасын, қыс мезгіліне деген ағаштардың айырмашылығын, қыстағы қардың түсімен танысып, өздерінің шығармашылығын дамытып, қоршаған ортаға деген сүйіспеншілігін арттырамыз. Жарайсыңдар. Әрбір тапсырма сайын балалардан кері байланыс жасап,
біздер жасаған шығармашылығы, жасаған жұмыстары туралы сұрақтар қою арқылы балалардың сөйлеуін дамытамыз. Қорытындылай келе, балаларға бүгінгі өткен тақырыбымыз бойынша сұрақтар қойылады. Жылдың қай мезгілі, бүгін қандай тапсырмалар жасадық, бізге қонаққа кім келді, бүгінгі жасаған тапсырмалар сіздерге ұнады ма, ұйымдастырылған іс-әрекетіміз ұнады ма деген сияқты сұрақтар қойып, балалардың ауызекі сөйлеуін дамытамыз. Осымен бүгінгі панорамалық іс-әрекетім өз мәресіне жетті. Сіздермен бірге болған Гаухар Талғатқызы. Назарларыңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар.